Ел жаңалықтарына ойсақ, еліміздің әр өңірінен келген жас нейрохирургтер мен резиденттер шетелдің ең білікті деген профессорларынан омыртқа ауруларын емдеудің тың тәсілдерін үйренді. 2 күн бойы жас мамандар жұлын омыртқа хирургиясы, омыртқа деформациясын түзеу, жұлын жарақаттарын емдеу сияқты жаңаша әдістерді меңгерді. Оқыту курсының бірінші күнінде тәжірибелі мамандар хирургиялық тәсілдерді арнайы муляждар мен симуляциялық модельдерді қолдана отырып көрсетті. Аталған шараның өтуіне нейрохирургиялық қоғамның дүниежүзілік федерациясы, халықаралық жұлын қоғамының және Қазақстан нейрохирургтары қауымдастығы ұйытқы болды. Жалпы елімізде ұлттық нейрохирургия орталығында жылына 5000-нан аса операция жасалады. Оның шамамен 1,5 мыңы жұлын омыртқа патологиясы бойынша жүргізіледі. Қазақстанның нейрохирургия деңгейі озық елдермен тең. Әсіресе жас мамандардың қабілеті мен тәжірибесі қуантады. Өкінішке қарай, әлемде нейрохирургиялық операцияларға жүгінетін науқастар саны азаймай отыр. Бірақ күнделікті озық технология, тың әдістер енгізіліп жатыр. Бұл ретте Қазақстанда мамандардың біліктілігін арттыруға арналған оқу-жаттығу базалары жақсы жолға қойылған. Қазіргі таңда біз жаңағы грижа диска дейміз, өте сондай көп жасалынатын операция, ол жаңа кіші инвазиялық технологиямен жасайды. Науқастар сол күні және келесі күні аяққа тұрып, 1-2 күннен кейін олар шығарамыз.